Бұл кітап қазақ оюларынан сыр шертеді. Әрине ұлттық нақыштағы ою өрнектерді этнографтар мен тарихшылар зерттеу керек. Алайда ауқымды тақырыпты суретші, дизайнер Ерлан Қожабаев толықтай зерделеп шыққан. Ол кітап жарыққа шықпас бұрын күрделі жұмыста жасаған екен. Ол Қазақстанның түкпір-түкпірін аралап жүріп, барлық ою өрнектердің суретін сызып шықты. Өте керемет жұмыс. Сонымен қатар ұлттық құндылықтарымызды зерттей отырып, осы салада білімін тереңдете түсті. Сондай-ақ Ерлан Қожабаев елге әлі танылмаған, ешкім естіп көрмеген оюлар мағынасын шешумен де айналысып келеді. Оларды зерттеп, шығу тарихын көпшілікке түсіндірмек ниетте. Осылайша ұлттық өнерді дамытуға өз үлесімді қоссам дейді. Бұл атадан балаға мұра болып келе жатқан өнер. Ою өрнектер мағынасын кез келген қазақ білуі тиіс. Сондықтан Ерланның еңбегі елеусіз қалмайды деп ойлаймын. Мамандар сөзіне сенсек, аталмыш кітап мәдени құндылықтарымызды дәріптеп қана қоймай, жас суретшілермен қатар дизайнерлер, сәулетшілерге тәжірибе жинауға көмектеседі.